Аярлаған аға лизинаны салып қой. Аштым. Так, бізде қазір біріншіден мұнда бейне жазып жатыр. Бұл интернет желісіне кетуі мүмкін. Иншалла, жарай ма? Старший отдел полиции, так, бізде Салықбаев Есенбек Нұржанұлы. Инспектор көзі болды, Есенбек. Қуаныштымын. Бізде қазір Есенбек дейтін мырза, патрульдік полиция. Ескертіп кете қойын, Есенбек мырза. Қазір интернет желісіне кетіп қалуы мүмкін бұл видео. Жарай ма? Сондықтан да қандай да бір менің тарапымнан интернет сервисі сізге зиян тиіп кетіп, немесе табынып жатса кешірім сұраймын, жарай ма, алдын ала. Потому что көп жағдайларда интернет желісінде мені нашар көріп жатады да халық. Ол жерде енді сіз тоқтатыпсыз, мен енді ешқандай не сізге барып тиіскен жоқпын. Ну, ескерту мақсатында. Жарай ма? Ал енді қызмет жалғастырайық. Құжаттарыңыз бар ма? Машаллах. Бірінші жақалтағыда қолын шығарып, кішкене бір әдемі қызмет жасасаңыз. Жылдамдығы асырып кетсіз. 971 приказ. Қисайып тұрда просто. Ескерту. Мен сіздерге ескерту атым адами тұрғыда. Ескертіп тұрмын сізді. Нені ескертіп сөз? Бейне жазбай жүріп жатқан. Машалла. Бопты, енді қолыңызды ұстамаңыз. Бұл дейтін төстік бейне жете алмай саналады. Себебі сіз қисайып тұр деп тұрсыз ғой. Жоқ, енді дұрыстап қойсаңызшы енді мен сізге. Дұрысталып тұр ғой енді, не істеймін мен. Дұрысталып тұр. Қисайып кетеді. Арты ұстамайды тұр. Инспектор мырза, сіздер білесіз, әдеп кодексіне сіздерді керісуге болмайды, ұрысуға болмайды. Керісуге болмайды, ұрысуға болмайды. Мен сізбен керісіп тұрмын ба? Енді аңандай бір недовольно жауап недовольно емес. Бопты. Жылдамдығы асырып кетсіз, сол ойыншы тоқтатып тұр. Машаллах. Ішкі істер министрлігі бізде 1-7 пункт осылай еді жол жүру қағидаларында. Есенбек мырза, 1-7 пункт осылай еді бізде. Көрсетеміз радарда. Біріншіден, жол жүру қағидаларының қай ереже бұзғанын айтылады? 592-ші бап. Машаллах. Жол жүру ережесінде 592 дейтін жоқ. Ескертіп қойған. Жол жүру қағидаларында 592 дейтін бап жоқ. Ескертіп қойған. Или сіз бар деп ойлайсыз ба? Нені? 592-ші бапты. Бапты? Жол жүру ережелерінде. Бар ғой, неге жоқ. Машаллах. Ескертіп қойған бұл негізінде. Уалейкум ассалам. Ұстайды пультін алайын. Қазір біздің негізінде патрульдік полициялар жол жүру ережесімен, яғни жол жүру қағидаларымен әкімшілік құқық бұзушылық кодексте шатастырылғанда да тау. Жаңа Қазақстан бірге құрамыз осындай полициямен. Ал дейсіз. Жоқ, ештеңе сізіңіз. Сізге айтты ғой жылдамдығы асырып жатқан жөніңізде. Жоқ, қазір былай жасайық. Бірінші. Тым естілмейді қатты. Былай істейік. Бірінші танысайық, кімсіз? Машалла. Так, бізде қазір старший лейтенант полиции Салимов Әділет Сәбитұлы. Сәлімов, Сәлімов. Болды, Әділет мырза. Болды, Алла разы болсын. Әдемі. Просто біздер қазір тексеруге міндеттіміз, себебі кеше бір просроченный полицейский болып шықты да, сол себепті. Сосын өздеріңізде бір әдеміліп бір таныстырсаңыздар әдемі болады. Ел аузына бір күшті болып көрінесіздер да. Бұл қазір Әділет мырза не ғой, ескертіп кете қойын, менде қазір бейне жазып жатыр. Бұл интернет желісіне кетеді. Интернет желісінен кетіп, халық егерде сіздерді мақтаса, ол жақсы, алхамдулилля. Ал егер астына комментарий жазылады, халықтар жамандап жатса, просто мен как бы жаман болып қалмайын деп жатқаным ғой. Жарай ма? Айып етпеңіз. Халық мақтаған, біз халық үшін жұмыс жасаймыз ғой. Машалла, болды, көреміз. Қазір бізде айтпақшы не? Жоқ, мен неге интернет желісіне жазылған ғой. Қарай қойыңыз ке, записіңізде. 97 сағат жылдамдықпен келатсыз, Машаллах, машаллах, керемет. А бұл жерде нешемен жүру керек? 70 сағат жылдамдық. Машаллах. Сіз соған өзіңіз кепілдік бересіз ба? Кепілдік беремін. Машаллах. Мен просто интернет желісінде өшедегі белгілерді қозғаймын, стандарт бойынша дұрыс емес, қондырған деп бұйырса ақпарат таратайын өтеді негізінде. Ана негізі госстандарт бойынша дұрыс емес тұрғанлар. Белгілер. Яғни 320 белгісін айтыпсыз сіз дейтін, да? 320 белгісі ана жерде 90 дейтін ограничением тұр, және? Жоқ, 320 емес, 70. 324.
Кешірім сұраймын. 324. Сіз 320 алдыңда болған ғой. Иә. Кешірім сұраймын. Қателесіп кеттім. 324 екен ғой. 324 белгісі ана жерде госстандартпен дұрыс тұрған жоқ. Сол себептен мен 97-мен жүрдім. Қалай госстандартпен дұрыс тұрған жоқ? Бәлкім түсіндіріп жібере қойын. түсіндіріп жібере қойын. түсіндіріп жібере қойын. Оның техпас барлығы басқа нәрсе, ол басқа нәрсе. Мен сіздерге заңсыз тұр ма ана жерде? Ну, енді менің жинаған білімім бойынша ол заңсыз тұр. Енді заңсыз деп алынбайды, бірақ та госстандарт бойынша басқаша қолдану керек. Сіз білесіз бәлкім мен не туралы айтып тұрғанымды? Мүмкін догадываетесь. Сіз тыңдап отырып қайта беріңіз. Жоқ, бәлкім сіз өзіңіз уверенсіз ба деп жатқан ғой, ана жердегі 97 дейтін белгі. Сіз тыңдап тұр. Сіз тыңдап алайық бірінші сосын айтамыз. Жоқ. Просто былай жасайық. Мен қазір 97-мен келе жатырғанын мойындаймын. 97-мен келе жатқанын мойындаймын. 101 сосын 97. Иә, мойындап тұрсыз, жақсы айта беріңіз ары қарай. Сіз айтыпсыз ғой сонда белгі маған действиет етпейді деп. Неге маған? Кім айтты маған деп? Жоқ, мысалы сіз айтыпсыз ғой 97-мен келе жатырмын, бірақ жоқ, енді қараңыздар, былай айтып бізде жол жүрісі туралы заңдамалар бар, дұрыс па? Жол жүру қағидалары бар. Екеуі екі бөлек нәрсе бар. Жол жүрісі туралы заңдаманың 54-ші бабы бар. А жоқ, кешірім сұраймын, 26-ші бөлімі бар. 26-ші бөлімі бар. Сонда не деп айтылған? Кез келген белгілер және сызықтар егер госстандартқа сай келмесе, жүргізушілер оған бағынбайды. Болды. Мен соған сай 97-мен келдім. Егер сіздер 97-ні нақты көрсетіп шығар. Әділет мырза, просто нөмірін көрмей тұрмын да. Автокөліктің. Жақындап, болды, міне, машалла, жақындап жүре қойшы. Болды, машалла, болды. Енді бұл жерде Әділет мырза, былай ғой. Есенбек мырза, әңгіме былайынан. Мен 97 осознанно жүрдім, осознанно. Яғни ол ақылға салдым. Егер де менің тарапымнан 97... Иә, бұл апортация. Және сертификатын атса қойшы, Аютбекзін. Болды. Сразу. Не істей қойсын, астын бірін есе қойын. Сверк жасай қойын, сверку. Қайсысы? Радарда өтіп келе қойсын, сверк жасайын дейді. Просто былай, не, для формальности, жарай ма? Может, басқа сертификат әкеліп тұр деп қойып. Иә. Жоқ, просто енді тексеру міндетім ғой енді мен дейтін. 49-15 қой. 49-15. Бізде қазір 49-15 бұның қай жағын жазады? Сіздер кейін осыңдар. Кейін осыңыз сөйлейін ба, Есенбек мырзаға? Егер қаласаңыздар, сіздердің автокөліктер сөйлесейік. Қаласаңыздар әрең. Жоқ, просто... Жоқ, просто мен сіздерді ойындап тұрмын. Мен даже өзімнің анамды ойындап тұрған жоқпын. Мен даже анамды ойындап тұрған жоқпын. Сай тұрыңыз пока. Қазір келем анашымен. Жат, бізде 0806. Енді сіздер бізді ойлап тұрсаңыздар, біздер неге сізді ойламасқа? Бопты, машалла. Просто не ғой, қазір ана жерде 324 дейтін белгі бар. 324 белгісі 91. Алайда оның алдында бізде мына өзге жолдар болған себепті 100-мен жүруге заң рұқсат береді, дұрыс па? Ал бізде мына 592 бап 110-мен жүруге рұқсат береді. 110-нан баста әкімшілік хаттама толтырады. Дұрыс айтасыз. 110-ға дейін рұқсат бар. 110-ға дейін рұқсат беріледі. Енді анау жерде мен дейтін осознанно 70-мен 97-мен жүрдім. Хотя ана жерде 90-70 дейтін белгіні көрдім. Осознанно жүрдім. Және өзімнің хаттамамен манағы көрсетілген маған төлқұжатпен бағанағы сертификат алған арнайы метрологиямен мен толықтай кесіп тұрмын, потому что көрдім. Анық көрдім. Бәрі көрдім. Енді менің өзім пікірім, мен ана жерде ешқандай да құқық бұзушылық жасаған жоқпын. Қайта 97-мен келдім, қайта знакқа бағынған жоқпын. Бірақ сонда да мен өзімді дұрыс деп санап тұрмын. Себебі өткенде анау жерде бір түркче жолдың Асқат дейтін бауырымыз бір ұстаған болатын. Бұл бауырымыз тоже мені 100-мен ұстаған болатын. Мен ол полиция мырзаға түсіндірген болатын. Заңды. Асқарға. Содан кейін ол кісі өзі жіберіп қойды, менікін дұрыс деп санап. Енді сіздер өздеріңіздің дұрыс деп санасаңыздар, хаттама толтыра беріңіздер. Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Құжаттарыңызды беріңіз шешіп. Иә, бопты. Ол уже маңызды емес. Асқар не істеді дейсіз, Асқар? Асқар мырза осы жерден тоқтатқан, мен 100-мен ұсталып қалдым осы жерде. 100-мен ұсталып қалған себепті мен дейтін ол кісі жүріп қойды. Бірақ ол енді танығаннан анадан емес. Просто мен өзімдікін дәлдеп берген себепті да. Жоқ, мен тоңып қалдым, аюд біз емес. Оны біз майша отырып. Сөйлесіп өтті, майша отырып алған жоқ. Аюд, мен дейді, тоңып қалдым просто. Бисмилlah.
Бізде қазір хаттама жасақталып болады. Бұйырса, Алла қаласа, жүргізуші куәлік. Қалайсыздығына байланысты автокөлікке отырып деп айтып едіңіз. Жоқ, немес қойған жоқ. Үйіңізді айтып Жоқ, мен берем жоқ. Жоқ, Мен ауыстыратын болып қалған екен. Махамбетов Мейрамбек Тогузбаевич да. Не, ауыстырыпсыз ба? 2011-де алған екенсіз. не ғой? Өзіңнің техпаспорт. Жоқ, машина нөмірі тұр ғой. Базы ғой қазір. Гибрид пен машина. Сосын Асқар екеуіңіз қалай болды? Ол жеке әңгіме. Қалдан кетсе. Видеолер. Ашпай жол. Жаңбыр жауып күшті болып тұр. Хаттама жасақталып отыр. Анжеш дұрыс емес қондырып кеткен дейсің знақты, иә? Ол Құттай. Білмеймін, не себеп екен ол жерде. Нарушение болып қой кезінде. Нарушение болып. Алхамдулилlah. Знак басып кетіпсің. Машина болып батында. Декабрьдің 31 күні бар. Бұл қайтып жоқ не істеп қойғанша. Алла сақтасын құрсын. 30 дегеннен кейін бәрін көз алдына бұл қайтесін сөз ол. Алла сақтасын. 31 күн тағы түскен превышение, оны төлемегенсің. Алхамдулилlah, штраф көп мойнымда. Сізге қазақ тілде ме, орыс тілде? Қазақ қой, қазақ. Қазақша қойшы. Соқылып шығып тұр ма? Бәрін алғансыз ғой, дұрыстап. Болмаса іште етпесін, иншаллах. Не ғой? 200 кезем бұл. Проблем емес ғой. Бар. Бұл. Давай мен несейін, өз машинамды күтейін, иә? Кішкене әдемі болсын. Жарай ма? Қазақша. Жоқ, ол бәрі қайда? 144 бар, 188 бар. Ол что, ол үлкен нәрсе ғой. Просто сіздердің қызметтерін көрейін деген ғой қазір. Так, жақсы сұхбат болды, машина ішінде. Енді өз машинама барайын. То жеке сұрақ қойып кетті жата. Не ғой? 144 бапты көреміз қазір. Қалай болатынын. Хаттама жасақтап жатыр. Бұл хаттамамен келіспейміз біз. Неге? Себебі біле білсеңіздер, кез келген 324 дейтін белгілер бар ғой. Яғни арнайы сондай, міне жоғарыда салып қойған осындай обгон запрещен, арнайы ограничение скорости дейтін белгілер бар. Сол белгілерді жоятын бір нәрсе бар. Яғни кез келген алдағы перекрестік, яғни поворот, не қалашыққа поворот, не кез келген бір перекрестік болады ғой. Сол перекрестік келген жағдайда бұл 320-324 определенный өзіндік белгілері жойылады. Пока хаттамамды алып алайын. Осы мәселе бойынша бұйырса соттасатын боламыз, Алла қаласа. Енді осындай жағдайда негізінде көп барынша осындай жағдайда патрульдік полицияларға жақындамауға тырысам. Яғни жақындамау дейтінде бір бітімге келмеу мақсатында, яғни камераны өшіріп тасташ деген жағдайда, басқа да жағдайларда барынша енді көп енді тіл табысып кетпеуге тырысам. Себебі артынан телефондар мазалайды да. Өшіріп те қойш, интернетке салмай қойш деген секілді да. Сол себепті кішкене бір менің тарапынан бір компромисске келмей жатқан жерлерім болатын болса кешіріп қойыңдар. Егер мен заң алдында қателіктен болсам, онда айыппұлымды төлейін. Ал егер де олардікі дұрыс мөлшер шықса, онда мен айыппұлымды қайтып обнулить етсін. Болды. Сол талап сол, басқа талап жоқ ешқандай. Енді қазір автокөліктеріне отырған себебім мен деген өзімді кішкене патрульдік полицияларды ойлаған себепте, патрульдік полицияларды ойлап тұрмын. Кішкене жаңбырда тұрмасын барынша деп та. Ал енді хаттаманың ақыр соңы, ең соңғы 744 бапқа келген уақытта өзім автокөлігімді алуым керекпін. Сондай енді принцип сондай. Жол жүру қағидаларының ережелерінде 592 бап барма десем бар деп тұр ғой. Жол жүру қағидалары деген ол біздің ПДД ғой, ПДД. Яғни ішінде тармақтар бар, 1-7 пункт, 1-2 пункт дейтін сияқтар ғой, кішкентай өзі. Ал бұл кісі 592 дейді. Бұл кісі енді әкімшілік құқықбұзушылық кодексі шатастырып тұр ғой енді, былайша айтқанда. Негізінде хаттаманы жасақтау 15 минут уақыттай алады негізінде, ол қағаздай болған жағдайда. Ал планшетпен жасақтаған уақытта ол где-то бір 5 минутке қысқару керек болған болатын негізінде. Білмеймін енді полициялар неге істеп жатыр. Что-то ұзақ болып кетті. Так, хаттама жасақталған жарты сағат уақыт болды. Енді тұр ғой. Мә, ол өзін шабулар ма керек болды оған деген. Қазір сет ұстамай жатыр деп басталады қазір. Маған бері сет ұстамай жатыр. Театр. Что-то ұзақ болып кетті ғой. Ұстамай жатыр. Машинаны таппай жатыр. Мына превышение сізге толтырды ма, фотоаппаратқа түсіп қалдыңыз ба? 592-ның 2-сі, онда 3 болса, онда трасс шығар. Трассаны толтырды ма? 1 деп тұр ма? 13-1 ма трасса онда. Негізі былай ойлап қарасаң, алхамдулилlah дамып жатыр қой да мысалы да.
Шүкір ғой. Жақсы. Бірақ уже мынандай планшеттерге қарап ойламайсың ба уже? Жаңбырға жасамай тұр ғой. Қазір жіберейік. Бір жаңбырға. Сонтүкістен Бір жаңбырға жасамай қалады. Жақсы, сөйтіп болған. Просто бір таң қалатын бағана автокөліктің ішінде отырғанда маған штрафтарымды айтып береді ғой, мынандай штраф бар екен, мынандай штраф бар екен, сізде мынандай бар екен деп. Енді мына жерге келіп тағы айтып жатыр да просто. Манадан сол айтқаннан бері, мына жерге келгеннен бері аралықта уақытта не істеп жатыр деген сұрақ туады ғой. Ана қайта жасамай қалып тұр, ауа райында. Көріп тұрсыз ғой. Автокөлікке жүре қойшы, мерамет жүр. Сол жерін ашып жіберіп ағаш, жасамай тұр, жаңбыр тиіп қайта. Енді автокөлікте бағана уақыт болды ғой сіздерде. Енді міне болды ғой. Сіз орысша, орысша толып қазақша дедіңіз енді. Соған аудар. Кім айтты орысша деп? Жоқ, енді басында орысша ашып жатты ғой. Мен сізден сұрадым ғой. Қазақша аударды, сіз оған дейін кетіп қалдыңыз. Құттаймын. Көрсіз ғой, жасамай тұр, қолайсыздығына байланысты ауа райын. Жоқ, енді жүріңіз 3 минутқа. Жоқ, түсініп тұрмын ғой енді. Мен не кінәм бар деймін да. Енді бұндай заттарға сіздерге берілген құрылғыға мен не кінәм бар енді? Кәдімгі маған сілкіп тұрсыңдар ғой бәрін. Сен қазақша таңдаған себепті. Мына видеоны просто басқа елдің азаматтары көретін болса деймін да, мына видеоны. Басқа елдің азаматтары көретін болса, Қазақстан әлі қайда 50 елдің қатарына вообще ешқайда кірмеген ғой деп айтады ғой. Мынандай планшет бір тамшыға жасалмай тұрған планшеттер. Жүре қойыңыз, кірмемек. Уақыт алмай тезет. Жоқ, бұйырсаңыздар жүрем. Жақсы, адами тұрғыда да жүре қойыншы. Адами тұрғыда да жүре қойыншы. Адами тұрғыда. Ай, тез жоқ кетші. Сағат жылдамдықпен жүргеніңіз көрдіңіз ғой? Так, бізде қазір Жылой ауданында Ақтау Тасу тасжолы 20-23 шақырымда. Бас жүз құтты етеді. Жылой аудандық сотында, так, тұрысында жеке тұлға, 1-3 азамат тәсіне 97, айыппұл, так, 87, енді бізде қазір 592-нің 4-мен кетіп тұр ма? Сізде болған екен бұрын. Бір рет болған екен. Біліпсіз ғой өзіңіз бұрын болған. Жоқ, мен біліп тұрғанда оны білем ғой болған, просто не? Сұрау шықпаған әлі. Бопты я. Мін. 2021-де, ноябрьдің. Болды. Суд исполнительге кеткен мәселен. Айтатынсың, 744-ші жыл Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзушылықтарды туралы кодекс 100 бабына көзделген құқық тармақтар мен міндеттері міне сізге. Сізге бірінші фиксацияны көрсеттік қой, сіз өзіңіз таныстыңыз, номеріңіз бәріңіз алдыңыз, көрдіңіз ғой. Бірінші сіздің дәлелдеме, тоқтату себебі сол. Екіншіден сіз бағана әкімшілік хаттама толтыру қазақ тілінде толтырылады, сіздің өзіңіз сұрауыңыз бойынша. Дұрыс қой, сіздің өзіңіз сұрауыңыз бойынша. Екіншіден маған адвокаттық қажет сізге. Тапқаз әкеп бересіздер ма? Жоқ, тапқаз әкеп. Өздермеден береміз, қолыңызға хабарлама. 3 тәуліктің ішінде Жылой аудандық 16 кабинетке келесіз. Ол қай бапқа сүйініп? Қайсысы? Мен 3 тәулік ішінде деймін. 144-ші бапта сізге көрсетілген адвокат қажет деген. Адвокат қажет деген сол 3 тәулікте жазылған ба? Иә. Қойш? Сізге қазір біз қолымызға хабар, біз ранный момент елді мекеннен тыс жерде болғандықтан сізге қазіргі уақытта біз оны әкеле алмаймыз. Енді неге оны заң шығарып қойды онда?
Мында хаттама барысында жазылып тұр. Қайсы хаттама барысында? 144 оқымадыңыздар ма? 144 оқымадыңыздар ма? Şimdi sizге міндеттер. 144 па? Иә, 144-те ішінде кіріп тұр. Машалла. 144 па? Қазір Жазылып мына 744 па мынау? Міне жазылып тұр ғой, сізге 140 көзделген құқықтары мен міндеттері деп. Жоқ, енді онда көзделген нәрсе айттым ғой мен сіздерге. Онда көзделген нәрсе деп. Қазір әкеле алмаймыз. Онда неге хаттама барысында деп бізге халыққа беріп қойды оны? Оны бары басқа жерге барып айтасыз. Мен сізге қазір қолымнан келетін, қазір бізге не берілді? Жоқ, маған адвокат та керек емес, просто сіздерді сұрап отқан ғой. Давайте келесі. Аударма қызметкері. Аудармашы ғой, аударма. Аудармашы керек емес жоқ. Басқа сол міне сізге. Записі түсіндірілді. Енді арғай әкімшілік хаттамамен келісесіз бе, келіспейсіз бе? Сол жөнінде. Келіспейміз. Келіспейсіз сол. Өзіңіз мына жерге жазыңыз. Мына жерге жазылып, арғай. Енді ана хаттама әкімшілікке, то есть адвокатты қорғаушыны да деп басып жіберіңізші. Болды. Қажет болса сізге онда біз қазіргі уақытта әкімшілік хаттаманы құймаймыз базаға. Бүгін қай күн? Сізге қолыңызға хабарлама береміз. Ертең Шулай аудандық несіне 16 кабинетке келесіз. Проблема жоқ, барамыз. Сол жерге адвокаттың қатысуымен сол жерде әкімшілік хаттама толтырамыз. Болды. Біз үкіметтің тарапынан тегін проблема жоқ. Әкімшілік адвокат алғызамыз. Тегін болса неге алмасқа? Иә, тегін. Хабарлама беріп жіберейін сіздің қолыңызға. Жеке куәлігіңізді бере қойсаңыз 1 минутқа болса есте. Не, машинада қалып жақсы. Айта қойын былай. Жоқ, бар, мұнда базада бар ғой. Болса дейді. Мына хабарламаны алдым деп тұр ғой. Числосын жазып, астына фамилия аты жөнін жаза қойдыңыз. Мына жерге бүгін число, иә? Иә, бүгінгі 22. 21 ма? 22-сі ғой бүгін. 22-сі. 22-ші бізде мамыр ғой. Иә, мамыр. Сосын 22. Не, баяғы жыл екен. 22. Фамилия аты жаза қойдыңыз. Сосын Болды. Қолыңызды қоя қойыңыз мына жерге. машинада ұзақ отырып қалған себепті мама театр маяқта. Анашым, мына машинамен барамыз ба? Не болды соншама? Балдар, не болды соншама? Бәлен сағат сондырып. Ой, ол ұят емес пе? Қоншет жасамай жатыр ма? Жаңбырдан. Не, әділет, қалай біз ұстап тұрған Мейрамбек? Жол болсын. Сөз ұстатыңыз, қалай біз ұстап тұрған Мейрамбек? Мен сіздер ұстап тұрмын ба? Болды. Біз емес ұстап тұрған, Мейрамбек ұстап тұрған дейді. Мен баруымды күтіп тұрған сияқты екен. Так, осы мәселе бойынша енді 45 минут ұстапты мені. Ровно 45 минуттан жоғары ұстапты. Үйде хаттама толтырмай жүрді. Хаттама толтырмаудың процесі мен қорғаушы керек дедім, себебі менің әкімшілік құқық кодексінің қателеспесем 10-шы бап емес, соның баптарының ішінен 20-шы бап па қателеспесем, мен қорғаушы алуға толық хақым бар, және ол қорғаушыны тегін алам, ішіне тармақтарға сай. Сол қорғаушыны алам деп 45-ші минутта айтқанымда, маған уже онда сізге толтырмаймыз хаттама, онда ішке келіп неңізді қорғаушыңызды аласыз дейді да. Не деген ол ақымақтық ол, не деген ол қызмет ол деген, былайша айтқанда да, не деген қызмет ол? 50 минуттан кейін тұрып хаттама толтырмайтын болды. Ішке апарып толтыратын болды хаттаманы. Не деген қызмет 50 минут. Міне мына кісі шаршап кетті, менің анам шаршап кетті кәдімгідей. Не деген қызмет бұл ішкі істер министрлігі? Не деген қызмет бұл Құлсары қаласының патрульдік полициялары қателеспесем? Ол халықты дейтін кәдімгідей қанын ішу ғой былайша айтқанда. Мен айттым, хаттамамен мен білем, мен барлығын түсініп тұрмын, мен өзімнің нарушениемді мойындаймын. Дегеннің өзінде мен нарушениемді мойындаймын дегеннің өзінде 50 минут уақыт алды. 50 минут. Еще соңында не деп айтады? Ішкі істер министрлігі? Естіген шығарсыздар да? Біз емес, Мейрамбек ұстап тұрған дейді. Біздің мамаға айтады.
то ли прикол ұстап тұр, то ли жала жауып тұр, екеуін біреуі. Даже қой жала жапса да. Ол дұрыс па ол жала жабуы? Немесе прикол ұстауы? Мен ладно, енді өзім анам ғой, өзім анаммен әзілдесеріп. Патрульдік полициялар әзілдесетін кімдер сонша деген ой келді. В общем, ішкі істер министрлігі осылармен дұрыс бір қызмет жасаса, және өзіндік дисциплинарный өзіндік жазасын берсе екен дейміз. Мынандай патрульдік полициялар трассаға шықпау керек. Бір халықты, бір хаттаманы 50 минут отыратындарда. Жақсы, ассалаумағалейкум, қайырмен болсын бәрі.